Депутаттық сауалым премьер-министр Смайыловтың назарына. Гендерлік саясатты іске асыру еліміздегі өзекті бағыттардың біріне айналып отыр. Халқымыздың 51%-ын әйелдер қауымы құрайтын ескерсек, елдегі саяси өмірде де барлық азаматтардың тең дәрежеде қатысуын қамтамасу өте маңызды. Әрине, қазір мемлекеттік басқару ісінде, саясатта да, бизнесте де әйелдер үлесі баршама артқанын мойындауымыз керек. Жаңартылған министрлер кабинетінің өзінде 4 әйел бар. Шүкір, өткен жылдармен салыстырғанда жақсы көрсеткіш. Бірақ бірді көріп шүкір айт, бірді көріп пікір айт деген нақыл бар ғой қазақта. Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету бойынша жұмысты жетілдіруге мемлекет басшысы баса назар аударды. Мәселен, президент квазимемлекеттік компанияларды басқарудағы әйелдердің үлесін 30%-ға арттыруды тапсырған еді. Бірақ әлі күнге дейін мемлекеттік компаниялардың басқарушы санаттағы әйелдердің үлесі небәрі 6-7% құрайды. Тіпті Қазақстан темір жолы, Тигок, Қазақ телеком сынды ірі компанияларының директорлар кеңесінде бір әйел жоқ. Ал халықаралық ашық статистика индексінде Қазақстан әлемнің 146 елін қамтитын жаһандық гендерлік теңдік бойынша Оңтүстік Африка, Ямайка, Мозамбиктен кейінгі 62-ші орында тұр. Осы орайда ауыл партиясы барлық жергілікті атқарушы органдар бойынша мәліметтер жинақтады. Мысалы, Түркістан облысын алсақ, әкімнің 5 орынбасары бар. Бірақ оның ішінде бір әйел жоқ. Облыстағы аудан әкімдерінің саны 17, оның біреуі ғана әйел. 21 басқарма болса, оның біреуіне ғана әйел жетекшілік етеді. Бұл көрініс басқа өңірлерде де ортақ деуге болады. Өңірлерде әйелдердің жалпы үлесі 17-8% ғана құрайтын көрсетіп отыр. Тіпті ең мықты кадрлар шоғырланған Астананың өзінде де бір әкім орынбасары жоқ. Қаладағы 5 аудан ішінде әйел әкім тағайындалмаған. Біз заман талаптарына сай болуымыз керек. Дей тұрғанмен арамызда әйел бастаған көш оңбайды, шашы ұзынның ақылы қысқа деген архаикалық, тіпті патриархалдық ұстанымдар әлі де бар. Керек десеңіз, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, мектептер мен жоғары оқу орындарда ұлдарға қарағанда үздік оқитын қыздарымыз көп. Жалпы халқымыздың 50%-дан астам үлесін құрап отырған әйелдер неге басшылықта да 50% орынды алмайды деген заңды сұрақ туындайды. Көп ойланудың қажеті жоқ. Біз 30%-ға жетіп, 50%-ға ұмтылуымыз керек. Құрметті Әлихан Асханұлы, жүйелі мемлекеттік гендер саясаты жүзеге асырудың уақыты келді. Осыған байланысты келесідей ұсыныстарды назарға алуыңызды сұраймын. Әкімдердің қызметін бағалайтын рейтингке өңірдегі топ-менеджменттегі әйелдердің үлесін анықтайтын көрсеткіш қосылсын. Өкімет тарапынан әйелдердің саяси көшбасшылығын дамыту бойынша нақты бағдарламаларды даярлау қарастырылсын. Қазақстандық әйелдердің ел үшін маңызды шешімдерді қабылдауға білімі де, біліктігі де жеткілікті. Әйелдің ең ұлы миссиясы ана болу, жар болу, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Бірақ меңіреу әйелден меңіреу ұрпақ туады деген ғұлама Машқұр Жүсіптің сөзін ұмытпайық. Сондықтан домалақ ананың көзіндей болған сауатты, саналы әйелдің бүгінгі үні мінберден естілуі тиіс. Құрметпен депутат Қарақат Әбден және ауыл партиясы фракциясының депутаттары.